Қурайлы елді мекенінде 800-ден аса зейнеткер бар. Зейнет жасына жақындаған 152 әйел адам бар. Оның 30-ы 1960 жылы туылғандар. Яғни олар зейнетақы жүйесіне енгізілген жаңа талап бойынша зейнеткерлікке шығады. Бұл 15 жыл стаж еңбек өтілі бар азаматқа 10 жыл стаж үшін базалық зейнетақы төлемі күнкөріс деңгейінің 50% мөлшерінде тағайындалып, ал жоғарыдағы 5 жылға әрбір жылына 2%-дан қосылып 10%. Сонда базалық зейнетақы төлемі бұл кісіге күнкөріс деңгейінің 60% мөлшерінде тағайындалынатын болады. Жиында сондай-ақ еліміздегі міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізу жайы да айтылды. Қазір Қурайлы ауылдық әкімдігінің мамандары округтегі әр тұрғынның әлеуметтік статусын анықтау үшін үйді аралап жүр. Бұл жергілікті емханада тұрғындар туралы ортақ ақпараттық базаны орнату үшін керек шара дейді олар. Қажетті сауалдар туындағанда біздер жан-жақты ақпарат беруге де біздер мамандар тарапынан дайынбыз. Және қосымша біздің әрбір елді мекенде орналасқан амбулаторияларда арнайы регистр бар. Сол регистрдан өздерін тексеріп, статустарын белгілеп алуларына барлық толық мүмкіндіктер бар. Және түсіндіру жұмыстарын біздер жүргізіп отырмыз. Сауалдар көп туындамайды. Мобильдік жұмыс тобы қала маңындағы Жаңақоныс, Сазды ауылдарында болып, жұмыссыздарға берілетін мүмкіндіктер, кәсіпкерлікті дамытуға берілетін қолдаулар жайын түсіндірді. Алия Оразай, Руслан Елтаев, Қазақстан, Ақтөбе.